Наурыз мерекесіне орай қазақшаңыз қалай атты интеллектуалдық сайыс таныстыру 9-шы сынып. Армысыздар ел, жұртың дара халқым, бұл жарысқа асыға мен де келдім, Никита балам. Менің атым Валера, мен сайысқа қатысуға келдім, баршаңызды қарсы аламын. Менің атым Роман, сайысқа бақ сынап келіп тұрмын, амандасып сәлем беріп барын менде. Менің атым Сергей, мен 9-шы сыныпта оқимын. Сайыста бақ сынап көргім келеді, біріңізге сәлем. Менің атым Анатолий, мен 9 сынып оқушысымын, жарыстарға қатысқым келеді. Басымды иіп сәлем, бірден амансыз бір ағайы, атым менің Сергей. Саламатсыздар ма? 22-ші наурыз қарсаңында өткізілетін біздің сынып сағаттың тақырыбы қазақшаңыз қалай? Біз топқа бөлінеміз. Келіңіздер балалар. Топқа бөліну үшін қағаз алыңыздар. Сейчас поделимся на группы. Берите. Бір екі деп бөлінген бірінші топ оң жағында, екінші топ сол жағында. Аттарыңызды оқып, имена своих читайте, оқыңыздар және топқа бөліңіздер. Бірінші топ мына жаққа пройдите. Бірінші топ мына жаққа өтесіздер. Кім бірінші топ? Сөйлей өтіңіз. Өтіңіз. Бірінші топ. Мынау екінші топ. Кім екінші топ? Дете. Топ атауы Асан мен Үсен. Сонымен балалар, бүгінгі сабағымыздың сынып сағатымызды бастаймыз. Бірінші топ Сергей, Анатолий, Корниенко Сергей, Устюгов Роман, Валера және Никита. Енді балалар қараңыздар, бүгін қай топ бастайды бірінші, ол үшін шешу үшін бізде Кім тапқыр тапсырмасын орындаған болашақ физик бастайды. жауабын бірін-бірімізге жасаңыз. Жақсы ма? Ал бастаңыздар.
мына жерде біріншісін кім оқиды? Кто читает? Теңізде жүзді балықтай, дүниені күзде жолықпай. Это что? Кеше Корабль? Жақсы, кеме. Следующий. Урмай сыпай, желтый. Что желать-то? Это плакать? Это значит Лук? А на казахском лук как будет? Пьес. Пяс. Пьес. П. Хорошо, правильно. Валера? шашады. Это солнце, Кун, солнце. А что такое сауле? тучи. Правильно. Жақсы, дұрыс. Келесі? Я Оқыңыз. Я. Ага. Хамде ете асты өзі ашы. Ащы это что, острое? Это, да. Что может быть? Добавляется суп, это соль. Соль. На казахском? Олос. Туз. Правильно сказал. Акка белек онды, кустар енді тонды. Ну, мне кажется, это снег. Снег на казахском будет ак. Правильно. Тонды, потому что мерзнуть, да? Көбелек это бабочка, да? Хорошо, жақсы. Келесі? Интисем, интинде, шалқайсам, шалқайын. Ответ күн. Сандар сөйлейді тапсырмасы. Бұл жерде әр стаканның астында сандар жасырылған. Астықтардың ішінде жасырылған бәрі. Соны палочкалармен, таяқшалармен былай көтересіздер де санды көрсетесіздер. Қазақша орысша айтасыздар да мына қарапшаның ішіне апарасыздар. Если Жиырма. Елу. Он. Жүз. 80. құпия жәшік бар мына жерде. Бұның ішінде біраз заттар жасырылған. Бұл затты сіздер қолмен алып, ұстап көресіздер. Сосын бұл не зат? Оның пішіні қандай, көлемі, яғни сипаттайсыздар. Сонымен, Никита, сен бірінші болып бастайсың, өйткені сіздер алдыда келе жатсыздар, үйге түспей. Мына қораптың ішінен бір нәрсені алалым. Не аласың? Үшікқа. Қолын саласың. Бұл не? Что это? это мягкий материал какой-то. Материал? Палка. Ну, доставай. Не знаю. Знаешь, доставай тогда. Это флаг. Флаг? Сонымен флаг қазақша қалай болады? Флаг ту. Ол көгілдер тұсты ұстайтын таяқшасы бар. Иә, дұрыс, мен таяқшасы бар көгілдір. Бері, таңда. Бірақ қарамайсың қорапқа. Что-то твердое. Да? Есть углубление. На что похоже? Неге ұқсайды? Похоже на какую-то посуду. Ну, доставай, посуду знаем. Ал. Кесе. Кесе дұрыс. Кесе ол ыдыс, анан шай ішеді. Ол шұғыл. Рома, ал, сенің кезегің? С ручкой. Похоже на кухонный прибор. Они Бұл не? бұл тамшы кнут мал айтуға керек. Иә, мал айтуға керек. Тағы да бұл бізде қазір нелерде мұражайларда тұрады, иә? Қазір оны біз көбінде іліп қоямыз үйге, иә? Символ ретінде, жақсылықтың несі, белгісі ретінде. Ала ғой. Не аласың? Что-то круглое, твердое. Как кажется, это яблоко. Алып шыққан. Теге қорапты ашам, қандай ғой? Что-то мягкое, похоже на какой-то материал. Это орамал. Орамал. Дұрыс айтасың. Аналар басына тағады. Ішінде соңғы бір зат қалды, сол сенікі болады. Ну тут что-то мягкое, это головной убор, такие. Ер адамдық бас киім матасы жұмсақ. Түсі қандай, жасыл ма? Иә. Жасыл түсті, иә. Балалар, келесі тапсырма сіздерде. Ойнайық та, ойланайық дейді. Яғни ойланасыздар да, сосын жауабын табасыздар. Бұл жерде 6 бокал стакан берілген, жіпке тағылған. Бірақ біз білмейміз, не знаем, да? Какой веревка куда? Заттар бар, сол заттың стаканды аударып, не екенін қазақша айтып көріңіздер.
кеттік. Бірінші кім бастайды бізде? Сергей бастайсың ба? Иә. Бастай ғой, Сергей. Тарта ғой. Бұл бізде какой-то перья сияқты, иә? Перья. Иә, Үлке, перья. Ол қызы баланың сәулесісі, дауыссыздың үлкі. Әкеліп сала ғой стаканға. Келесі бізде Анатолий. Анатолий, тартыңыз. Это курт. Құрт, иә. Курт это кислый, а шестый же салаты. Иә, дұрыс. Так, келесі бізде Сергей Корненко. Ала қойыңыз. Қайсысын тартасыз жіпті? Бұл не сізде? Бұл? Ысық қойдың сүйге қазақтың ұлттық ойыны ойналады. Роман, сіз ғой, иә? Аха, бастаңыз. Жақсы. Бұл не? Ою, орнамент. Қазақ халықты ұлттық ойыны. Оюы? Ойдың мүйір, қошқар түрлері бар. Иә, қошқар мүйіз болады, иә? Валера, сіз боласыз. Алыңыз, жіп тартыңыз. Қағаз екен. Қағазда не жасалған? Шаңырақ. Киелі кез ойдың тебесі, ойдың бақыты сонда орналасқан. Дұрыс. Кета. Бұл не? Что это? Заколка? Шашбау. Қыздар шашына тағады, зергерлік бұйы. Дұрыс.